Бұл менің сөзім емес, бұл ислам ғалымдарының сөзі. Жалпы діннің қорғалуына үш кісінің септігі тиген дейді. Бұл әлбетте біріншісі Абу Бәкір радиаллаху анху дейді. Себебі Абу Бәкірдің заманында мұртаттар көбейіп кеткен, діннен шыққандар. Діннен қалай шықты? Біріншіден өтірік пайғамбарға ілесті бұлар, Мусайлама кәззаб, саджах деген сияқты жаңа. Екіншісі зекет бермейміз дегенде дейді. Бір парызын орындамай жатыр. Слабый жері. Парыз ғой, ислам 5 парыздың біреуі ғой. 5 парыздың біреуін орындамасаң, проблема басталатында. Сонда Омар келіп айтады, Абу Бәкір, онда тұрған ештеңе жоқ дейді. Биыл бермесе келесі жылы берер деген сияқты ғой. Сонда Абу Бәкір радиаллаху анху, Омар, бұл деген парыз дейді. Бүгін олар зекетті қайтарып жатыр дейді. Ертең олар оразаны қайтарады дейді. Ары күн намазды қайтарады дейді. Оның ары қажылықты. Бұл айдақарлардың басы көтерілмей тұрып шаппасақ болмайды дейді. Көрдіңіз бе? Сонда кейін Омардың өзі Абу Бәкірді не еткенін айтады ғой. Бәрібір Абу Бәкір мен саған жете алмайды екенмін дейді. Егер де шынымен рұқсат берсек, олар бүгін намазды қайтарып жататын еді дейді. Демек Абу Бәкір бұл діннің үлкен бір парызын ұстап қалды дейді. Себепші болды да, енді былайша айтқанда. Екіншісі, бұл ислам әлемінің сенімін сақтап қалған бұл имам Ахмад ибн Хамбал айтады. Бұл кісі енді Иракта дүниеге келген ғой, парсы не араласқан жер ғой барлығы. Ахмад ибн Хамбал, оның заманда Аббасилер халифалығы болған, білесіз, Маъмун деген халифа, Харун Рашидтің баласы. Бұл Харун Рашидтің баласы сәл кішкене ауытқып қалған. Неге ауытқып қалған? Өйткені бүкіл гректің кітаптарын аудартқан ғой араб тіліне. Бүкіл Аристотель, философия, оймен, ақылмен деп сөйтіп жүрген кезінде Муътазилада ақылмен ғой бізде. Шамалы ақылмен не қылады ғой. Муътазиламен екеуі сәйкес келіп қалады ғой сенімдері. Сөйтеді де бұл Муътазиланы билік барса дейін көтереді. Сонымен ғалымдардың бәрін шетінен сындыра бастайды ғой. Кім Муътазила болмайды, соны өлтіре береді. Көрдіңіздер ме? Сол заманда енді Ахмад ибн Хамбал сол жаңа ғалымдардың ішінде бұл да. Бұлардың ең үлкен мәселесі Құран жаратылған, жаратылмаған деген мәселеде ғой. Қырылып атқандары. Құран жаратылмаған, Алланың сөзі деп Ахмад ибн Хамбал айтса, жоқ, ол Құран жаратылған дейді. Жоқ, Құранның парағы, әріптері жаратылған, бірақ өзі жаратылмаған. Жоқ, Құран жаратылған. Осымен қырғын болады. Кімді Ахмад ибн Хамбалды пәленбай уақыт ұрады бұлар. Дүре дейді ғой ол кезде. Дүре соқтырады, сонымен ғалымдардың бәрі шетінен қайтып кетеді. Сөздерінің бәрі көбісі Муътазиланың ақидасы. Айла жасайтындары бар. Ішінде айла жасағандар. Бірақ енді сенімде кәдімгідей нық тұрған кісі Ахмад ибн, бұған бір шәкірт себеп болған деп айтады ғой бір деректерде. Ұстаз, сенен басқасының бәрі бітті деп айтады ғой. Егер де сен де кететін болсаң, үмметтің ақидасы бұзылып кетейін деп тұр дейді да, сенімі. Сол сөз кімге қатты қанат берді дейді Ахмад ибн Хамбал имамға. Сонымен не керек? Мұнда айды ғой, ұлы мұхаддис қой. Заманында Ахмад ибн Хамбалға тең келетін ұлы мұхаддис жоқ та. Сондай ұлы ғалымды қинап атқаны кімге де Маъмунға да ауыр тиеді. Сөйтіп қызметшісін жіберіп айтады, сен айтанаған аман қалсын құрсын, қанша ілім кетеді ертең. Ешкімге айтпаймыз, просто айта салсын, аман алып қалайық, Құран мақұлық деп айта салсын дейді, жаратылған деп. Сол Ахмад ибн Хамбалға жаңа қызметшісі келіп құлағына сыбырлайды ғой, ешкім көріп тұрған жоқ. Просто Құран мақұлық деп айта салыңыз, аман қалып қоясыз деп айтса, бұны кім айтты? Патша айтып жатыр десе, патшаңа айтып бар деп айтады дейді. Құран мақұлық емес, жаратылмаған деп айтсын дейді. Мен оны Алланың алдында алып қаламын деп айтты дейді. Ол мен адамдардың алдында алып қалмай қойсын дейді. Сөйтеді де бұл сөз қайттан барады ғой, халифаға жетеді. Халифа ашуының ертеңіне жазаға кесетін болады. Өлім жаза. Адам дейді ғой өлімге. Сонда бұл өлім жазасын естіген кезде имам Ахмад дұға қылған екен ғой. Раббым, мені халифамен кездестірмей қойшы деп айтқан екен. Болды, бір ауыз дұға. Оған дейін шыдаған бұл кісі соңына дейін. Азанда бұның қолын кісендеп, неден зынданнан шығарып, халифаның сарайына алып бартқан кезде ішінен хабаршы шықты дейді, халифа қайтыс болды деп айтты дейді. Өл деп ешкімге дұға қылған жоқ, өлтір деп. Раббым, халифамен кездестірмей қойшы деп айтты дейді. Осы имам Ахмадтың тұруымен ислам ақидасы қайтадан қалыптасып жанданды дейді. Енді үшінші адамға тоқталатын болсақ, бұл бейбарыс сұлтан Захир. Бұл кісінің бірнеше аты бар ғой. Захир, Қахир деген аты бар бұның. Баста негізі Қахир деп қойдырады, бұл Қахир болмайды дейді, Құдайдың есім сипаты дейді, ғалымдар келіспейді. Захир деген Мансур деген ғой, жеңімпаз деген. Әрқашан жеңімпаз. Захир Рукнуддин деген аты бар. Діннің тірегі деген. Бейбарыс, Байбарыс Әл-Бундуқдари, Әл-Қыпшақи деп айтады ғой енді өзін. 5 нәрсесі бар екен де, мысалы атау. Бұл кісі қалай айтсаң да, Рукнуддин десең де таниды, оны бейбарыс екен. Захир десең де таниды да. Сол бейбарыс дейді. Исламдың сақтап қалай? Шам полный берілді ғой кімге? Хулагуге. Шыңғысханның немересіне. Төле деген баласының туған немересі. Құлақты ғой бұл, аты, негізі біздің қазақ кітаптарында Құлақты деп айтады оны.
құлақты сол Шамның жеріне келеді, христиандар сатып кетеді, мұсылмандарды бұл жаққа қарай өтіп кетеді. Шамда христиандар. Димашқты алады ол. Димашқты алады. Бағдатты. Болды, Шам бітті. Бағдатты алады. Бағдаттағын айтпай қойсылайық, өртегендердің бәрін, миллионға жуық адамды өртеген мысалға да. Соңында енді Мысыр ғана қалып тұр ғой, мәмлүктердің астанасы. Каир. Каирге бұл 10 қолбасшы, 10 әскер жібереді, елші жібереді. Енді несі деген мәтіні өте ауыр, тәкаппарлықтың шегіне жетіп жазады Хулагу. Сонда бейбарыс келеді де Құтызға айтады ғой, енді Құтыз екеуінің байланыстағы кезі. Құтыз дейді, Құтыз билікте отыр. Мына сөз ауыр дейді да, мынау. Көз алдында 9-ында өлтір дейді мынаны ше. Кім ол дейді да, кім ол? Құдай бізді исламмен асақтатып қойған жоқ па дейді да, кімнен қорқамыз біз дейді. 9-ын өлтіріп, 9-ның басын ілдіреді қамалдың сыртына. Кіреберісіне. 10-шы біреу қалып қойды ғой, соған хатты береді де ананың арасына өткізеді ғой. Өзімен келгендердің бәрін басы ілініп тұрған жерде. Бұл зәре-құты қалмай қашады жаңа кімге қарай? Хулагуға барып. Хулагу сол кезде әкесі Төле қайтыс болып жатады мына жақта. Мөңке ағасы. Ағасы, иә, ағасы қайтыс болып жатады. Сөйтеді де жерді бөлу мәселесінде үлкен не болады ғой бұлардың арасында? Жиналыс болады. Қарақорымда. Моңғолия ғой қазіргі, Қарақорым. Сонымен бұл Кетбұға деген өзінің күйеу баласы деп айтады бір хабарда, Нояны қолбасшысы, генералы болады. Соған 20 мың әскер, бұл менсінбейді негізі. Болды дейді, бәрі бітті, әшейін тек мәмлүктер дейді. Там мәмлүки деген сияқты ғой енді. Сонымен 20 мың саған болады, барып неғып қайтасың деп. Сөйтеді кетеді, бұл кетеді, Тебризде өліп қалады, бірақ бұл жете алмайды. Иранда өліп қалады. Хулагу, таққа талас. Сол таққа талас қой, билікке талас барлығы. Соңында кімдер Сұлтан бейбарыс үлкен географтармен ақылдасады, ойласады, сөйтіп Айын-Жалөтті таңдайды. Айын-Жалөт қазіргі Табария деген көл бар Палестинада. Сол көлдің арғы бетінде Бисан деген қала бар. Бұл хадисте де келген бұл қала. Сол Бисан қаласында жаңағы Айын-Жалөт деген не бар? Ойпат бар. Сол ойпатты таңдайды ғой бейбарыс. Сөйтіп аналар келеді, сол жерге шақырады. Ойпаттың жан жағынан шығып қаумалап қоршап, арттан бейбарыс өзі келеді де Кетбұғаны өлтіреді. Сөйтіп, ислам әлемі егер де, мен сақтап қалған дегеннен шығып жатыр ғой, егер де Сұлтан бейбарыс пен Құтыз осы жорықта жеңілгенде дейді, онда болды дейді. Мекке Мәдинаға ғана қалды. Болды, Мекке Мәдина. Болды ғой Мекке Мәдинаға да. Олар бара салады ғой. Мекке Мәдинада уже кімдердің иелігіне өтеді одан кейін, мамлүктердің. Міне осындай 3 кісі тарихты. Сол Бәдіридин Ғайни жазады ғой бұл оқиғаны керемет қылып. Сонда бейбарыс бабамыз Қыпшақтың Беріш деген тайпасынан шыққан деген сөздер. Осы естеріңізде болсын. Енді мақұл, енді бұл шаңыраққа қарап қой десе. Олай емес, әлбетте біз бәріміз бұл арада бөлінбейміз ғой. Бұл арада біздің бабаларымыз мақтанышымыз ғой. Бұл арада біз мұсылмандарда түркілердің ежелгі дәстүрі де бар. Құл болып барып дінді құтқарған адам да. Алла тағала оған сондай бір сол кісінің қолымен құтқару тауфиқ беріп қойған да. Сонда